Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Жансұлу. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай, өте жылдам дайын болатын, әрі бір жасағаннан керемет шығатын шарлотканың рецептін ұсынамын. Ол үшін бізге орташа көлемдегі 2 алма қажет. Ішін тазалап, видеодағыдай етіп турап аламыз. Енді тестасын дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқаны ыдысқа салып, үстіне қант, тұз, ванилинді салып, көпіргенше миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Үстіне ұн саламыз. Ұнды салмас бұрын ұнға 2 шай қасық разрыхлительді салып араластырамыз. Енді осы тестамызды біркелкі масса болғанша миксердің көмегімен араластырамыз. Соңында тестамыз осындай қоюлау болып шығу керек. Енді осыны пергамент қағазы салынған табаға саламыз. Менде диаметрі 26 см болатын таба. Шарлотка піскен кезде жақсы көтеріледі. Сол үшін сіздер диаметрі 20 см болатын табаға да пісірсеңіздер болады. Тестаны табаға құйып болған соң туралған алмаларды гүл сияқты етіп орналастырамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минут салып пісіріп аламыз. Осымен біздің шарлоткамыз дайын. Шарлотканы шамалы салқындатып, сосын кессеңіздер әдемі кесіледі. Разрезі міне осындай болып шығады. Өте дәмді, бір жасағаннан керемет шықты. Бетіне әсемдік үшін сахарный пудраны сепсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу, келесі кездескенше.